Рахмет, осы жерді ұйымдастырып жатқан жігіттерге айналайындар, ауылға жиналыс жасай алмай жатыр. Сөздің ашық. Білмеймін ол кімнің несінен барасын ертеңіне қаулы келіп мектепке болмайды. Басқа жерге жинай алмайсың. Бірінші түсіру керек, тазалау керек. Жиналған адамнан да ыңғайсыз. Құдай сақтасын. Мынау мамандығым агроном. Гагаринде оқыған, мектепті де агрономдықта үздік бағамен бітірген, Құдайға шүкір. Мынау енді мен осы күнге дейін сайлауға түспегенмін. Жаңыр құлдап әр сайлау сайын түсіп жатқан жоқ, кешіресіздер. Бірінші мәрте осы мақтаны қорғаймыз. Сөзіңді біреу сөйлесек, аузың қышып бара ма? Қайтеміз, жатып болмады. Мақтамыздың тұрысы анау. Былтырғы мақта сатылған жоқ. Биыл қайтып егеміз. Ойланайық. Мақта жақсы болса, мен ауылда тұрғасын білем да. Мақта болған жылы ауылға мәшіне жауады, трактор жауады, келін жауады, свадебный той жауады. Мақта болмай қалған жылы қар жауады, жаңбыр жауады. Ол басқа ештеңе жоқ. Басқа бұл жерде жоқ. Мына жерге агро тексең де, бас тексең де арасында бір соны өзгертуің керек. Ауыспалы егіс керек. Сол үшін мақта егесің. Мақта болмаса бұл жерде ештеңе жоқ. Уақытында өзімізден болды. Санамыз төмендігінен, мына жаңа ашқарақтықтың кесірінен подбор апардық поляға. Полядан подбор теріп, бірінші сорт деп өткерді. Істердің кезінде подборды борықтан шығарып апарса, біз прямой апардық. Қозапаяң басы бар оның ішінде. Сапалы мақта шығу үшін, сапалы мата тоқу үшін сапалы мақта керегін ұмыттық. Клиент всегда прав. Бірінші алушы адамның сұранысына қарауың керек. Сенен не сұрайды? Керек емес нәрсені қайтып апарасың. Малға беретін мақтамыз мақта деп апардық. Енді миллион түрлі шит апарып егіп жатырмыз. Біреу түрік, біреу Қытай, біреу Баяуыт, біреу 47, біреу жаңағы Бұхара шес тапқан егіп жатыр. Оны апарамыз да бір жерге жинап қоямыз. Ана жерде конвейерде қайтып тұрады ол. Түріктің көкірегі жүн-жүн, Қытайдың көзі қысып. Ана жерде тұрған байғұстан обал ғой, конвейерде қайт жіп шығарады одан. Біресе ұзарып кетеді, біресе сол. Оның ата тегі әртүрлі, климаты әртүрлі, шыққан жері әртүрлі. Міне, бұндай бассыздық бізде ғана бар. Енді Құдайдың кең даласы бар ғой, сор жерге еккен шитің 6-7 шит болса, дәл сол мақтаны 40 8-9 шит береді. Сол секілді шит емес, волокноды талшық разница береді. Біз боламыз десек, айналайындар, бірінші осын жүйеге саламыз. Түбі саласыңдар, бірақ осы бастан керілсейік те, осы бастан кірсейік соған. Мемлекет араласуға тиіс деп есептеймін. Бопты 30 жыл болды, бір киім тіккен жоқ. Сізде киім тіксе, ұсыныс болса, кері мен қазақтан шыққан деп. Мына мақта, мына киім өтсе, біздің мақта өтеп берем. Адамның жыны келеді. Айналаңда Өзбекстаннан 4 миллион мақтасын игеріп жатыр. Қырғызстанда бар, Бішкектің киімін тасып. Қытайда бар, Қытайдың киімі тола ғой базар түзесін. Россияда бар. Бізде жоқ. Нені күтіп отырмыз? 30 жыл болды істердің тарағанына. Шорамолдаға апарып көмдік. Жақсы ет. Бірақ ол кезде біз орысқа жұмыс істеп жатырмыз деп ойлайтын. Енді нені күтіп отырмыз? 30 жыл болды. Мемлекет араласу керек, хотя бы сатып беруге. 65 миллион тоннаны сатып жатыр ғой. Сен мына мұнайды аласың ба? 200 мың тонна мақта бар. Сатып берші. Осын сатшы. Мақтаралда бір халқымыз бар, 300 мың халық. Біз мақтаралда мақтаны қорғаймыз. Басқа жерде керек емес, айналайын сендерге. Астанадан бастап есетте жөрді бидай, сен мақта деген не ол? Қандың үстін өсе ма? Шиенің үстін өсе ма? Мені мәселен. Енді ертеңіміз керек десек, мына жерде ел қалсын десек, бірінші ауылдың, халықтың бесігі ауылда. Ауылды қорғайық. Ауылда тұрған келіндер айналайын 5-6 бала туады. Қалада тұрған келін біреу туады, 1,5 туады, или 2 туады. Ол қалай туады, квартирада тұр айналайын ау. Көршің айқайлап береді балаң жыласа. Сол үшінде мына жерден жұрт көшіп кетмесін десең, мына жерді біреу Өзбекстанға бере салмасын десең, біз өзіміз қалуымыз керек. Бала шағамыз қаяққа барады? Қалаға барсаң квартира әкесінің құнын айтады. Бір үй сатып алуға өмірі кетеді. Енді сатып болған кезде ол баласына үй сатып алу керек. Сол өмір ма, сол мән ба? Астанаға барсаң, мәселен, жауара бөлесің. Алматыға барсаң, пробкадан шаршайсың. Солтүстік аудандар қирап жатыр. Россияң соғыс, Түркияң зілзала. Қаяққа барады бала шаға? Сол үшінде айтайықшы, ішке запыран толып қалды. Маған әнерге жеткенде өш жердегідей адамдар тыңдап отырсыңдар ма? Может 22 адамда тыңдайтын шығар. Может хаттамаға қол қоятын шығар. Міне, хотя бы сатып берсінші мақтамызды. Былтырғы ақшамды алған жоқ. Мен комбайннан бар ғой. 3 комбайнның келіп берген ақшаларынан ақшам келген жоқ. Өйткені олар сатып бергесін берем деген. Міне, мен өзімнің қазынамдағы ақша жетпей жатыр мәселе. Өйткені олар сатқан жоқ. Әйтеуір бір беретін шығар. Болатын айтшы кім болады. Енді бер қараңыздар. Күздігін 30 жиналыс істедік та, мақтаның бағасын шығарам деп істеген жоқ.
Енді тұра тұрыңыз көке, менің де бар ғой, бәріміз мақта. Соғыста қай қарудың да күші жақсы. Ерекең қолдасын, мен қолдаймын. Міне, жеңу үшін бар қару керек, соғыста жеңу үшін. Міне, регламент беру керек. күзде күні 15 минуттан 15 минуттан 10 минуттан жиналыс керек жоқ бізге. Көктемде қолдарында дойгыр болсын, сатып. регламент сақтау керек. Таза шит алып егейік, араластырмай жинайық, атпақ теру. Сол договорда жазылсын. Сонда болады. Егетін кезде ойланайық, не егетін. Міне. Құдай қаласа, әйтеуір ертең осыны қорғап бере алам деп ойлаймын. Құдай қаласа, мен өзім білім жетеді деп ойлаймын. Жұрттың не ойлайды білмеймін, бірақ ертең сайлауда дұрыс таңдау жасап көріңіздер. Ақсақалдар, біз де қорғап көрейік туған елді.